Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Араға бір ай салып кезекті сабағыммен шығып отырмын сіздерге. Бұл сабақта біз осындай капыр тоқып үйренетін боламыз. Мінекей. Капыр дегеніміз ол капюшон мен мойынға тағатын снудтың қосылған түрі болып есептеледі. Яғни кім шапка кигенді ұнатпайтын болса, соның орнына осындай капыр киюге болады. Шапканың орнына. Басқа киген кезде өте әдемі көрінеді. Бұл сабақ бізде 2 бөлімнен тұрады. Сол екінші бөлімде кигенде қалай тұратынын мен сіздерге көрсетіп кететін боламын. Бізге қажетті құралдар ол мынандай пухнорки жібі 50 грамда 350 метр, осындай көк этикеткасымен. Бұл жіптің жанында осында қосымша жібі бірге жүреді. Осыдан бізге 3 моток қажет болады. 1, 2 және 3 моток. Содан кейін сантиметрлік лента, бірнеше маркер қажет. Мындай жіп өтетіндей көзі үлкен ине, крючок, 4,5 немесе 4 номерлі қайшы, және бізге ең бастысы 2 спица қажет болады. Біреуі 5 номер, екіншісі 4,5. Троспен ұзындығы менде 80 сантиметр. 60, 80, 100 сантиметр троспен ала берсеңіздер болады. Капырды біз қыздар 3 мотокты бірге пайдаланамыз. Осы 3 моток және 3 қосымша жібімен бірге, яғни 6 қабатпен тоқитын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы қылып, мына жіптердің барлығын бір осындай ыдысқа салып алсаңыздар жақсы, кішкене кеңірек болсын, ішінде домалап жүретіндей. 3 основной жіп және 3 қосымша жіп. 5 номерлі спицамен біз 96 петля тереміз. 96 плюс 1, яғни 97 петля тереміз. Мына жіптің ұзындығын мен шамамен 250 сантиметрде қалып алдым, қыздар. Көбірек қылып. 2, 3, 4, 5, бостау қылып теріңіздер. 6, 7, 8, 9, 10, 11, неке осылай 97 петля теріңіздер. 96 және 97. Осыншама жіп артылып қалды менде. Енді қыздарына жіптің ұшы бізде осылай тұру керек. Мынау оң жақ қолда, бастаған жеріміз сол жақ қолда тұрады. Біз қазір мына жерде екеуін басын біріктірген кезде мына жиегі деген іш жағына қарай қарап тұру керек. Бұлай бұралып кетпесін. Егер бұралып кетсе, онда тоқығанымыз дұрыс болмай қалады. Осылай жиегінің барлығы ішіне қарап тұрады. Мына жақтан тросымызды шығарамыз. Тросты шығарып алдық, енді біріктіреміз. Ол үшін біз мына жақтағы сол жақта тұрған петляны оң жақтағы спицаға кигіземіз. Кигіздіге, енді мына жақтағы тұрған соңғы петляны мына петляны мынаның үстінен кигіземіз. Қайтадан орнына апарып қоямыз. Осылай біздің қатарымыз бірікті. Мына жерде жіптің ұшын тартсаңыздар, петлямыз бізде кішірейеді. Болды, енді оң жақтағы спицаны шығарып аламыз. Ең бірінші бізге 4 қатар бірде-бір резинкасын тоқу керек болады. Ең бірінші петляны оңнан бастаймыз. Оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Мінекей. Осылай қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Ең соңғы петлямыз бізде теріс болу керек. Соңғы петлям теріс. Келесі қатар дәл осы узорымыз қайталаймыз. Оңмен бастадық қой бізге. Мінекей, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Қатты тығыз тоқымаңыздар. Бұл пухнорка жібі деген бостау қылып тоқу керек. Міне бұл бізде екінші қатар. Осылай сіздер өздеріңіз
мен мында енді 3 қатар ғана тоқыдым. 4 қатар тоқсаңыздар болады резинканы. 5 қатар тоқсаңыздар да болады. Мына жерде 3 қатар тоқыдым. Мында мен қазір 4 қатар резинка тоқимын. Енді ары қарай сіздер қыздар тек қана 10 петлямен мына жерге дейін шамамен 20-22 қатар тоқып шығасыздар. Тек 10 петлямен. Осылай барлық петляларды 10 қылып тоқимыз. Осылай. Өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі өте оңай тоқылады ғой узоры. 20-22 қатар тоқисыздар. 22 қатар тоқып шықтым. Енді 8 қатар резинка тоқимын. Бір оң, бір теріс қылып. Сіздер осылай мен сияқты резинка қылып тоқсаңыздар да болады, немесе әрі қарай осылай жалғастырып тек 10 петлямен де тоқып шықсаңыздар болады. Қараңыздар қыздар, 8 қатар резинка, одан кейін 4 қатар 10 петлямен тоқып шығасыздар. Содан кейін біз осылай бөлетін боламыз. Алдын убавка жасайтын боламыз. Арт жағына прибавка жасаймыз, яғни петлялар қосамыз. Ары қарай өзіңіз тоқып шығыңыздар. 8 қатар, барлығын қосқанда 9, 10, 11, 12 қатар тоқимыз тағы да. Мына мойын жағын былай да тоқуға болады. Бас жағынан бастап мынаның барлығын резинкамен тоқуға болады. Сәл ана мойынға кішкене жабысып тұрған қаласаңыздар. Осы жаққа дейін резинамен тоқып, одан кейін барып мына убавка прибавкасын жасауға болады. Неге қыздар 4 қатар тоқып шықтым. Енді қараңыздар. Мына біздің қатарымыздың басы, жіптің ұшы мына жақта тұр. Енді осы жіптің ұшы тұрған жер бізде капырымыздың арт жағы болады. Мынау желке жағы, қарама қарсы жағы ол алды болады. Мінекей осындай болып, мынау алды жағы. Мынау бізде желке жағы болады, жіп тұрған жері. Енді біз қазір мына 96 петляны дәл екіге бөлген кезде 48 петля санап, екінші жақ шетіне 48 петля санайсыздар да маркерлестер. Ар жағында тоже 48 петля болады. Одан кейін қазір мына петлялардың барлығын 10 қылып тоқимыз. Алдынан маркерге дейін 1, 2, 3, 4 петля қалғанша 10 қылып тоқимыз. Мінекей 4 петля қалды. Маркерден кейінгі 4 петляны қосып, 8 петляны біз жіпке өткізіп алуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петляны өткізіп аламыз. Осы жерден байлап қоямын, тарқатылып кетпес үшін. Бұл біздің капырымыздың алды болады. Неке мына жер. Бағанадан бері біз айналдыра отырып тоқыған болсақ, қазір енді кері қарай мына петлялардың барлығын қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар.
бұл кезде енді біз мына капырдың іш жағы болғаннан кейін барлығын теріс петлямен тоқимыз. Кромочный петляны іліп аламыз, кромочный петляны тоқымайсыздар. Одан кейінгі петлялардың барлығы теріс тоқылады бізде. Мінекей осылай барлығын теріс тоқып шығыңыздар. Мына жаққа дейін. Одан кейін бізде қыздарына қатарымыздың басталған жер еді ғой, міне жіптің ұшы тұр, осы жерде 2 маркер қойып алыңыздаршы. 1, 2, 3, 4, міне 5 петля санап, мына жерге 1 маркер қыстырасыздар. Және мына жерден кейін 1, 2, 3, 4, 5. Ол 2 маркер сол жерде тұру керек. Осылай бірге іліп алып отырасыздар маркерді да. 1, 2, 3, 4 және 5-ші. Енді мына жақтағы 5 петляны. Бұны біз уже қосып тоқып кете береміз. Енді спицаның тросын мына жақтан шығарып қоямыз. Мына жерді бүйтіп сплошной қылып тоқып кете береміз, бөлмей. 1, 2, 3, 4, 5 маркер. Және соңына дейін тоқимыз. 2 маркердің ортасында 10 петля болады. Міне мынау бізде 8 петля алды. Мына 10 петля бөліп қойғанбыз, ол арт жағы. Қатардың соңына келдік. Ең соңғы кромочный петляны біз әрдайым теріс қылып тоқимыз. Қатардың соңында кромочный петля теріс тоқылады, ал қатардың басында кромочный петля тоқылмай, жай ілініп алынады. Так, мінекей. Енді біз қазір капырымыз былай тұрса, мына жерде біз қазір 4 қатарда убавка жасауымыз керек, яғни петляларды қысқартуымыз керек. Кішкене мындай бір доғал болып әдемі көріну үшін. Ал мына арт жағында керісінше петля қосуымыз керек, желке жағына. Капюшон сияқты болып арты кеңею үшін мына жағы. Мен сіздерге осы бірінші қатарда жақсылап тұрып көрсетем. Қалған қатарларды сіздер менің көрсеткенімдей қайталап тоқитын боласыздар. Убавканы, прибавканы қалай жасайтынын көрсетем. Мінекей. Бірінші қатар. Кромочный іліп аламыз. Бірінші петля. 2, 3, 4 петля тоқыдық. 5-ші мен 6-шыны біз қысқартуымыз керек. Яғни екеуін қосып тоқимыз. Осы кезде мына петляның қабырғасының орналасуына мән беріңіздер. Мінекей. Мына оң жақтағы қабырғасы спицінің ар жағында орналасу керек. Міне. Сол жақтағы қабырғасы спицінің бер жағында орналасу керек. Міне былай қараған кезде. Егер сіздердікі былай тұрса, мысал, міне осылай тұрса, түбі айқасып тұрса, онда міндетті түрде петляны былай бұрып алыңыздар. Мына оң жақ қабырғасы спицінің ар жағында болу керек. Екінші петляда дәл солай болу керек. Ар жағында оң қабырғасы, сол жақ қабырғасы спицінің бергі жағында тұр. Бұл қатардың басында мінекей. Екеуін қосып, біреу тоқимыз, бір петля алып. Бұл біздің бірінші қатардағы бірінші убавкамыз. Яғни петляны біз қысқарттық. Одан кейін қазір біз мына тұрған бірінші маркерге дейін барлығын оң қылып тоқып шығамыз.
маркерге дейін тоқыдық. Мына жерде маркердің алдына бір прибавка жасаймыз, петля қосамыз, және маркерден кейін бір петля қосамыз. Ортадағы 10 петля осылай қалу керек бізде. Екі петляның ортасындағы мына жіпті спицаға ілесіздер, сол жақтағы, және мына екі ортасы ашық болып қалмауы үшін мына петлямызды біз айналдырып барып тоқимыз. Мінекей, түбі айқасып тұр. Сол кезде бізде үлкен тесік болып қалмайды. Егер де біз түбін айқастырмай тоқсақ, қараңыздар, просто осылай тоқи салсақ, арасында үлкен тесік болып қалады. Сондықтан да осы жерге де мән беріңіздер. Бер жақ қабырғасынан іліп алғанда арасы осындай айқасып тұру керек. Так, мұнда прибавканы жасадық. Маркердің алдында маркерді өткіземіз да ортадағы 10 петляны тоқимыз. Он петляны тоқыдық, маркерді өткіземіз. Енді мына жақта маркерден кейін бір прибавка жасаймыз. Мінекей, екі петляның ортасындағы мына жіпті бүйтіп накид қылып іліп аламыз. Осыны түбін айқастырып тоқимыз. Бізге түбінің айқасқаны керек осылай. Яғни мына жерде мен арғы қабырғасынан іліп алады екенмін. Қай қабырғасынан іліп алсаңыз да бастысы түп айқасса болды осылай. Так, енді бізде мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6 петля қалғанша тоқимыз қыздар. Мына 6 петля қалды. Осы жерде біз мына 2 петляны қосып тоқимыз. Убавка жасаймыз, одан кейін бізде 4 петля қалады. Қатардың соңғы жағында убавканы былай жасаймыз. Бағана бізде қатардың басында убавка жасағанда оң қабырғасы спицаның ар жағында, сол қабырғасы спицаның бер жағында болу керек болған. Ал қатардың соңында керісінше оң қабырғасы спицаның бер жағында, сол қабырғасы спицаның ар жағында болу керек. Мына петляда солай. Оң қабырғасы спицаның бер жағында, сол жақ қабырғасы спицаның ар жағында. Біз мына 2 петляның алдынан алып қысқартамыз. Мінекей, қайттан көрсетейін. Ортасына кіргізіп емес, былай именно екінші петляның алдынан әкеп кіргіземіз. Енді қалған 4 петляны тоқимыз. Міне 4 петляны тоқыдық. Бұл бізде бірінші қатардың убавкалары мен прибавкалары. Енді екінші қатарда барлығын еш өзгеріссіз теріс қылып тоқып шығамыз. Маркерлеріңіз түсіп қалмасын, тоқу барысында қарап отырыңыздар, мына маркерлер түсіп қалмау керек. Қатардың соңына келдім. Енді бізде келесі үшінші қатарда убавка жасалады. Убавка және прибавка. 4 петляны тоқиым, кромочный іліп алдым. 1, 2, 3, 4 петля. Одан кейін біз убавка жасаймыз. Қатардың басында петляның оң жақ қабырғасы спицаның ар жағында, сол жақ қабырғасы спицаның бер жағында тұру керек. Осылай екі ортасына кіргізіп, бір іліп аламыз. Бізде міне 1, одан екінші убавка. Осылай маркерге дейін тоқисыздар. Тура жаңағы бірінші қатарды көрсеткендей. Дәл соны қайталай бересіздер.
маркерге келдік. Ортадағы, екі петляның ортасындағы жіпті накид қылып іліп аламыз да, соны айқастыра отырып тоқимыз. Міне мына жақта бір прибавка, мына екінші прибавка. Маркерді өткізіп қоямыз, ортадағы 10 петляны тоқимыз. Міне екінші жағына прибавка жасаймыз. Неке қыздар, бұдан кейінгі қатарлардың барлығы дәл осылай тоқылады. Мына жақта 6 петля қалғанша тоқисыздар. Одан кейін бірінші, екінші петляны қосып тоқисыздар, яғни убавка жасайсыздар. Потом 4 петля тоқып тастайсыздар. Бұл бізде 3-ші қатар. 4-ші қатарда барлығын теріс қылып тоқып шығасыздар. Одан кейін келесі 5-ші қатарда убавка жасайсыздар. Яғни қыздар, қараңыздар, мына алдында, капырдың алдында 1, 2, 3, 4 қатарда ғана убавка жасайсыздар. Ол 1-ші, 3-ші, 5-ші, 7-ші қатарда убавка жасайсыздар. 4 рет, одан артық жасамайсыздар, ары қарай тік тоқылып кетеді. Ал желке жағында мынаумен бірге қатарласып отырып 1, 3, 5, 7-ші қатарда 4 рет прибавка жасайсыздар мына жақта. Одан кейін мына жерде уже убавка тоқтайды ғой, әрі қарай тік тоқылады. Ал мына желке жағында тоқтамайды. Ол жақта әрі қарай тағы да 5 прибавка жасалу керек. 5-еу. Бас кезінде 4-еу, одан кейін 5-еу. Түсінікті ғой, мен қазір сызып тағы да бір рет көрсетейін. Қараңыздар, мында бізде 1, 3, 5, 7-ші қатарларда прибавка жасалды. Сонда 1, 2, 3, 4 рет прибавка жасалады. Ал желке жағында 1, 2, 3, 4. Мынаумен бірге жүреді, екеуін бірге қатарласып отырып жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Капырдың алды 4-ші убавкадан кейін ары қарай ешқандай өзгеріссіз тік болып тоқыла береді, тік кете береді. Ал желке жағында тоқтамайсыздар. 4-ші рет убавкадан кейін тағы да 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші прибавка жасайсыздар. Барлығы арт жағына 9 прибавка жасау керек. 4-еу, одан кейін 5-еу. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын, қыздар. Именно прибавканы, убавканы қалай тоқу керектігін көрсеттім. Әрі қарай енді өздеріңіз тоқып шығасыздар қазір. Келесі қатарда барлығы теріс болып тоқылады. Ал убавка мен прибавканы біз капырдың сырт жағынан тоққан кезде ғана жасаймыз. Мына арт желкесіне 9 прибавканы жасап болғаннан кейін, әрі қарай еш өзгеріссіз барлығын 10 петлямен сіздер тоқисыздар. Мына убавкаға дейін. Убавкаға дейін бізде 24 сантиметр тоқылу керек. Ең бірінші прибавка жасаған жерден бастап, жоғары қарай өлшегенде убавкаға дейін 24 сантиметр болу керек. Солай өздеріңіз тоқып шығыңыздар, қыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазсаңыздар болады.